Мақал мәтелдер халықтың сан ғасырлық өмірлік және еңбек тәжірибесінен туған даналық ойлары, қоғамдық өмірдің түрлі көріністерін, адамдар арасындағы адамгершілік пен қарым-қатынас, адам болмысы, өмірдің мәні, жақсылық пен жамандық жайын саралап, көркем бейнелейтін тағылымды әрі көркем жанр. Мақал мәтелдер халық тарихында айшықталған руханияттың асыл көздерінің бірі, және ол дәстүрлі діни құндылықтарды танытады. Қазіргі таңда иншалла көптеген қоғамда белең алып жатқан жайттардың бірі бұл жастар тәрбиесі. Әрбір шаңырақта ата-ананың алаңдап отырғаны бұл бала мен қыздың тәрбиесі болмақ. Яғни Алла тағала қасиетті Құран аяттарында бұл әрбір отбасыға, әрбір құлдарына берілген ол ұл мен қыз Құдай тағаланың берген аманат екен иншалла. Ал енді ол аманатқа үлкен жауапкершілікпен қарау әрбір ата-ананың, әрбір қоғамның негізгі өзінің міндеті болып есептелінеді. Алла тағала қасиетті Құран аяттарында уа иман келтіргендер жақсы сөз сөйлеңдер дейді. Ал енді пайғамбарымыздың Алланың оған салауат пен сәлемі болсын, жақсы сөз садақа деген. Ал енді бабаларымыздың қалған бір сөз бар, жақсы сөз жарым ырыс дейді. Яғни балдарымызға жақсы сөз сөйлеуді үйретудің өзі нағыз үлкен бір имандылық қылып есептеле бастайды екен. Мақал мәтелдердің барлығында мәдени рухани құндылықтарды насихаттайды. Дәстүрдің озығы бар, тозығы бар деген керемет нақыл сөз бар. Әдет ғұрыптардың барлығы дерлік әлбетте бірдей емес. Сол үшін де оларға бір жақты қараудан, мағынасын тікелей түсінуден аулақ болу керек. Мақал мәтелдердің ішінде дін мен дәстүрді байланыстырып, кең мағына беріп ұштастырып отырғанын көруге болады. Қазақтың мақал мәтелдерінің ізгілік пен адамгершілік қасиеттерді жоғарылатуға, руханиятымызды арттыруда маңызы зор.